Әйтеке бидей ұлылардың арқасында халық Бұланты өзенінің маңындағы шешуші шайқаста жауға тойтарыс беру үшін бірікті. 1729 жылы Аңырақай жерінде қазақ халқының тарихта қалу қалмауын шешкен тарихи шайқас болды. Халық Төле бидің даналығын жақсы біледі. Ол әділдік жолында күресе білді. Қазақ хандығы тарихында Төле би бірінші кезекте көсем ел басқарушы, алысты көздей білетін саясаткер саналады. 1733 жылы Төле би Ресей патшайымы Анна Иоанновнаға Ресей құрамына ену жайлы үндеу хат жолдау туралы бастама көтерді. Ұлы жүз 1734 жылы 10 шілдеде Ресей құрамына кірді. Алайда бұл тек қағаз жүзінде ғана еді. Сол себепті Төле би 1749 жылы тамыз айында Ресей құрамына кіру туралы үндеу хат жолдады. Ол губернатор Неплюевпен келіссөз жүргізуге ұлы Айтпал мен Жолдас батырды жіберді. Төле би Жолбарысхан тұсында да ел басқарды. Кейіннен Ташкентке ел кетті. Ташкент сол дәуірдің ірі мегаполистерінің бірі болатын. 100 мыңдаған халықты басқарды. Олардың барлығы дерлік елді қазақ биінің басқарып отырғанына оң қабақ таныта бермеген. Мұның барлығы әрине өзара келісіммен жүзеге асқан.